Alhamdulillah. Mene osonçalik meclisке жиналдыңыздар. Ағайындар, біз мұсылманбыз. Biz bir-birimizni qattiq yaxshi ko'ramiz kerak. Hech kim alqashning arkasından g'aybat qilmaydi. Hech kim Hristiyanning arkasından g'aybat qilmaydi. Hech kim bu yevreyning arkasından g'aybat qilmaydi. Әшептер musulmonning arkasından әңгіме айтады, сөз айтады. Бұның барлығы неден ағайындар? Білімсіздіктен. Өзіміздің мойнымызда тұрған үлкен жауапкершілікті сезбегендігімізден. Әрқайсымыз өзімізге борыш қылып алайық. Қош, бүгін міне азаннан бері кімді жақсылыққа шақырдық? Бұл жақсылық ислам бұл. Кімге тахарат үйреттік? Кімге тахарат үйреттік? Кімге ғусыл үйреттік? Қайсы бір қызымызға орамалыңды тартшы жаным деп тұрып айттық. Өліп кетсін де тастап қойдық. Қайтып біздің дұғамыз қабыл болады. Қайсы намазымыз қабыл болады. Үйде ата-анамыз бар. Оларды бір тиынға алмаймыз. Ата-ананың қадірі жоқ. Үйде қойнымызда жатқан әйел бар. Оған мән бермейміз. Шашын қырқады ма, лысығып аптастайды ма, бізге оның қызығы болмай қалған. Көшеде тақуамыз. Үйге келген уақытта біздің ахуалымызды көрсе маймылжылайды. Әр күні өзіміз тұрған уақытта жақсылыққа бұйыруды үйімізден бастайық. Үйімізден ең бірінші жақсылықты үйімізден бастайық. Жылайық, жалынайық, жалбарынайық, ораза тұтайық, Аллахтан сұрайық. Сол үйдің мәселесі ең үлкен проблема болу керек. Мына дүние деген нәрсе проблема болмау керек. Бұл дүниені Аллах Субхана тағала қалаған бендесіне қалағанша беріп қояды. Ең үлкен проблема жақсылыққа шақыру болсын, жамандықтан қайтару болсын. Қараң, кімді жамандықтан қайтардық? Есептейікші. Жөзекшелер бір жөзекшені шығарар екен де, жақсы ақша табу үшін жөзекше тауып келді деген. Кешке шейін жүріп, бір жөзекше 10 қызды ертіп келер екен. Ең болмаған сорлысы бір қызды алып келер екен. Егер біз дінімізді жақсылыққа шақыруда ең кемінде бір адамнан алып келетін болсақ, күніне бір аптада 7 адам алып келген боламыз. Біз қандай үлкен сауаптың астына қалған болар еді. Біздің дұғаларымыз қабыл болған болар еді.